Алматы арена. Найза 56 чемпиондық жекпе-жек. Құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл 5 раундтық аса жеңіл салмақтағы чемпиондық белбеуге талас. Ендеше біз бастаймыз! Dear ladies and gentlemen, the main fight of the evening is in the World Bantamweight Championship. Allow me to present judges of the main fight. Main judge Manap Kabdiyev. Judges Mukhtar Khanatbayev, Asılbek Ismagambetov, Amantay Nurgaliyev, referee Nurbek Munglukov. And so, judges are ready, referee are ready, fighters are ready. Let's start! Introducing, fighting out of the blue corner. His professional record 6 wins, 1 loss, stands 169 centimeters tall. His weight 61.2 kilograms. Fighting out of Aqtobe, Kazakhstan. Hanımlar ve mırzalar, qarşı alыңыздар, Dastan Amagel'de! His opponent fighting out of the red corner. His professional record 11 wins, 2 losses, stands 168 centimeters tall. His weight 61.2 kilograms. Fighting out of Seoul, South Korea. Najza, bantamweight champion of the world, Yu Su-young. Слушаем невнимательно. Формула боя 5 раундов по 5 минут. Правила знаете, не нарушаем, пожали руки по углам. Чемпиондық айқасымыз басталуға жақын 5 раундқа жоспарланған жекпе-жек. Дастан Амангелді, Ю Су-йонг. 61,2 келесі салмақ дәрежесі. Айқас басталды, алғашқы раунд. Міне Жұман, бұл күнге де жеттік ау. Осы айқастың боларынан боладысы қызық, қаншама сөз айтылды. Көптен күткен жекпе-жектердің бірі. Ұзақ үзілістен кейін Су-йонг өзінің белбеуін Дастан Амангелдіге қарсы дәл қазір қорғауда. 5 раундқа жүктелген жекпе-жекті қазір қазақ елі бақылап отырған жайтымыз бар. Жауынгерлер асықпай айқасты бастады. Қазірге нақты бір соққы бағыттала қойған жоқ. Су-йонг Дастан Амангелдіге бірінші нөмірмен жұмыс істеуге мүмкіндік беруде. Дастан айқас алаңның ортасында алғашқы джеб соққыларының бірін қарсыласының ішіне қарай бағыттап көрді. Су-йонг аяқты іске қосты. Қарымта жауап. Қауіпті міне. Су-йонг бірден күреске қойып кетті. Байқау керек, қорғанысқа мұқият болу керек. Қорғаныс өте маңызды Дастан Амангелді үшін. Су-йонг қазір Дастанның ұмтылыстарын тіпті шығын шаққан құрылы көрмейдіндей. Өзіне өте сенімді. Қазір енді жауынгерлердің еті қызып, Дастан Амангелді осындай үлкен иығына артылған жауапкершіліктің салмағын өте жақсы түсінеді деп біз оған бек сенімдіміз. Бұрышында қандай секунданттары бар, қолдаушылар. Олардың артында тұрған мыңдаған, миллиондаған қазақстандық жанкүйерлер. Жақсы соққы Дастанның орындауында, оң қолымен. Су-йонг қазір. Өте жинақы төбелесуде екі жауынгерде. Қателік жіберуге тырысып жатыр, жібермеуге. Әрине, маңызды жекпе-жек екі жауынгер үшінде. 5 раунд күшті, әр раундқа тең. Сақтау керек, тамаша соққы алмасу қазір. Дастан
Қысқа қашықтықта дәлдік танытты. Байқау керек. Алға құлап ұрып жатыр Дастан. Соққыларын жеткізе алмай байқау керек өте. Басты бұғып барып соққы жасау бұл Су Йонг үшін өте ұрымтал тұс. Одан сақтанған жақсы. Алдың қолмен дарытқан соққылар қазірше өтуде Дастанның. Енді екі жауынгердің физикалық бітім болмысына беретін баға қандай соққы алмасын мынау. Өте өткір батыл. Дастанның соққылары тиген жеріне жетіп жатыр. Тағы джеб, тамаша. Дастан қашықтығын енді көре бастағандай. Соққысын жеткізе алатын нүктені Су Йонг. Аяқпен жасаған соққысына көбірек күш салуда. Тағы да күреске қойып кеткен сәті, бірақ Су Йонгтың тейдаунға қарсы қоятын қорғанысы өте жоғарғы деңгейде. Шындығында нағыз чемпиондық айқас. Алғашқы минуттардан ақ Су Йонг физикалық тұрғыда өте мығым. Жұман, байқаған болсаң, Су Йонг тұрысын алма кезек Екі жақты да Амбибай етін көрсеттір. Екі стойкада да жұмыс істей алады екен. Дастан да дәл сол мәнерді қайталау үстінде. Яғни екі тарап бір-бірін жастана оқып зерттеген сыңайлы. Ол енді түсінікті. Алғашқы тейдаун, тамаша. Дастан аман келді. Суға сүңгіген сүңгүрдей барып, Су Йонгтың аяғына жармасып әдемі шалып құлата білді, бірақ байқау керек қолды, Тимураға көшті Су Йонг. Еске саламыз, Су Йонг джиу-джитсу бойынша әлем чемпионы. Енді Жұман, бірінші раунд бойынша өзіңнің пікіріңді білсен деймін. Өте жақын раунд. Екі спортшы да бірін-біріне соққылар дарыта білді. Бірақ раундтың соңын қарасаңыздар, Дастан сәтті тейкдаун жасап, Дастанның еншісінде кету әбден мүмкін. Бірақ бізде қателесуіміз мүмкін, оны әрине төрешілердің тарапынан көретін бола жатармыз жекпе-жек барысында. Дене қайталау сәті, міне және Дастан Амангелді орындаған сәтті тейкдаун алғашқы. Шындығында бұл тамаша нағыз бір қиян кескі ұрыс. Және Жұман, байқасаң, осы раунд басынан басталып, бірден екі тараптың да шабуылдар ширап сала берді. Сонымен қатар жасқанып жатқан ешқайсысы жоқ. Әрине, екі жауынгердің де IQ өте жоғары екендігін атай кету керек. Қимылдауы, айқасу мәнері, тағы басқа. Екінші раунд басталды. Бірінші нөмір болып жұмыс жасау таңдаған екен Дастан. Міне Су Йонгтың джебпен жасалған соққылар енді даруда. Дастанға өте қауіпті, байқау керек. Әлде зерттеуде әлсіз тұстарын. Бірақ бір қателік жүрсе, қиын болатын біліп отыр екеуде. Сақтық ең номері бірінші қағида мұндай деңгейдегі жекпе-жекте. Дегенмен батыл нартәуекел тағы да қажет, тамаша! Дастан аман келді. Екі бірдей соққысын санаға дәл тигізді. Су Йонгтың жауабы. Оң қолмен тіке бағыттаған соққы. Тағы джеб.
Осылай Дастанның жұдырығының дәмін сезген Суйон қазір бара-бара артқа жи-жи шегіне бастады. Алматы арена жиылған жанкүйер аяғынан тек тұрып Дастан Амангелдіге аямай қолдау білдіруде. Дастанның қолына қауіпті жерден тиген соққы, әрине абайсызда бұл. Суйон бірден жата кетті. Жалғастыра алады екен. Сол қызық болып тұр мен үшін. Жалғастыра алатын шығар деп ойлаймыз. Бейне қайталау сәті. Тиіп кеткен екен. Әрине ол әдейі жасалмаған әдіс деп білеміз. Суйон қазір бірден дәрігердің көмегіне жүгінді. Уақыт беріледі әрине. Суйондың жекпе-жекті жалғастыра ала ма, әлде ала алмай ма деген. Енді осында эмоцияға толы жекпе-жекте жанкүйер жұрттың мынадай ықылас таныту ол түсінікті. Бірақ енді дәл 8 бұрыштың жанында жекпе-жек тамашалап отырған біз бейне қайталауды тағы бір мәрте көрген сіздер де айта аласыздар. Дастан Амангелді бұл соққыны әдейі жасаған жоқ. Басқа ракурстан, дәл енді бір толық ауыр соққы, сөзсіз ауыр соққы. Оны Дастан әдейі жасамады, оны бәріміз білеміз. Демалып алу керек Дастан Амангелдіге. Суйон көзін жұмып жерді жатыр. Көре жатармыз, қазір 5 минуттай уақыт беріледі Суйондың жекпе-жекке оралуына. Әлде оралмауына алдағы уақыттарда көре жатармыз. Әрине, біз жанкүйер ретінде бұл жекпе-жектің толығымен жалғасқанын қалайтын едік, бірақ Суйондың денсаулығына байланысты қазір қандай шешім қабылдайды дәрігерлер. Әрине, сол шешімді күтетін боламыз. Өкінішті әрине, өкінішті. Мұна ракурстан енді тіпті анық көруге болады. Және бұл егер Суйон жекпе-жекті жалғастыра алмайтын болса, онда чемпиондық статусын жоғалтпайды. Солай болатын шығар, әрине. Бұл жекпе-жек егер дәл осылай бітетін болса, болмады деген шешімге келуі әбден мүмкін. Өйткені жарақатына байланысты. 2024 жылға ауысуы әбден мүмкін. Одан бөлек осы Найза лигасының мына қазіргі чемпионы Суйон UFC-ге ауысуы мүмкін деген ұзын құлақтан жеткен хабар бар екен. Суйонға келер болсақ, қазіргі таңда Найза лигасының чемпионы, бұдан бөлек 3 бірдей кореялық лигалардың чемпионы екен айта кетейік. Бір жапондық лиганың чемпионы. 3 лиганың бірде-бір чемпионы, Найзаны қосқанда 4 лиганың чемпионы. Енді бұндай титулованный дейді ғой. Спортшылар өте аз. Суйон езу тарта бастады, бәлкім мүмкіндік бар шығар. Басын көтерді. Ал енді Суйон ерлік танытатын шығарсың. Жанкүйер жұрт қолдау білдіріп жатыр Суйонға. Жоқ. Әлі белгісіз, әлі демалады. Уақыт бар деп айтып жатыр. Уақыт бар. Әлі кем дегенде 3 минуттай уақыт болу керек. 2,5 минуттай кем дегенде. Жапондықтар, кешірім сұраймын, корейлік жауынгердің бұрышы секундантар әсіресе қолын ауаға сермеп бастарын шайқауда. Бұл қандай белгі болуы мүмкін? Жекпе-жек жалғастырмайды деген сыңай ма, әлде
Оны қазіргі таңда Суйонгтың өзі ғана жауап бере алады. Өйткені біз орнында болған жоқпыз. Дәл қазіргі таңда ол өзін қалай сезініп жатқанын да білмейміз. Сол секілді артық сөйлеуден аулақпыз. Ал енді Суйонг ерлік танытып 8 бұрышқа қайта ораласын деген сенімдеміз. Басын көтеріп аяққа тұрды, тіке тұрды. Аяқ алыс қалай екен, жалғастыратын сияқты. Сондай бір үміт оты пайда болды Жұман. Өйткені суды қабылдап қазір Дастан Амангелдінің қарсыласы. Есін жиғандай. Жалғасады жекпе-жек. Айналайын Суйонг. Алматы аренаға жиылған жанкүйерлерді ерледің және өзіңнің батылдығыңмен қазақ жанкүйерін тербедің дейші. Сөзсіз айқас жалғасуда. Суйонг бірден артқа шегіне. Дастанның тағы бір соққысы, ол кик. Тіке соққы. Дастанға енді мұнау аяқпен шабылдағанда абай болған дұрыс сияқты. Өте мұқият болу керек. Дастан бірден 3-1 соққыдан тұратын комбинацияны ұсынды. Суйонг қорғанса өз орнында. Тамаша, әрі қауіпті. Дастан үшін. Суйонг ашық айқасқа да қарсы емес. Бірақ ашық айқастың өзін ақылмен айқасу керектігін паш етуде екі жауынгерде. Өте қауіпті. Қандай жағдай болмасын Суйонг. Бірақ екі жауынгерде тем алып алды. Дастан Амангелді. Тағы бір соққы. Лоу-кик бүгін Дастанның басты қаруының бір сияқты. Бұл соққылардың ар жағында қандай ой тұр. Өзі де ауыр соққы өткізіп алды Дастанның қазір. Суйонг тақырап қалып жатқан жоқ. Әзірге көріп тұр Дастанның соққыларын. Суйонг міне Дастанның соққыларын жіті назарында ұстап, әрбір қимыл қозғалсын қалшы бермей бақылауда. Дастанның шабуылы ширай түсті қазір. Аяқпен жасаған соққысы, бірақ өтіп кетті тимей. Суйонгтың да бір соқса дәлдеп соғуға тәбеті зор. Ықылас өте жақсы. Осындай қысқа қашықтықта айқасуға Дастан оң қолмен дәл жеткізді. Раундтың бітуіне бір минуттай уақыт бар. Енді Суйонг нысанасын дәл тапқан сияқты. Асығудың түкке қажеті жоқ. Қолмен тік тұрып айқасып жатыр екі жауынгер аяқта. Ешқайсысының күресеген тасы жоқ. Күресуге деген Дастан Амангелдінің бір-екі ұмтылысын көрген болатынымыз бұған дейінгі раундта. Бірақ Суйонг оған дер кезінде тосқал қоя білді. Сонымен қатар мынандай тік тұрып төбелесу екі жауынгер үшінде қазір өте керемет әрі қолайлы. Өткені айқасу стилистикалар өте ұқсас. Дастанның соққысымен раунд аяқталды. Екінші гонг күні. Ал енді Жұман пікірің қандай бұл раундта?
Қандай Иә. баға бере аламыз? Екінші раунд тең-бе-тең деп айтсам да болады. Өйткені қолмен дарытқан соққылар бір-біріне өтті. Ешқандай тейкдаун болған жоқ. Онда мүмкіндік берген жоқ бір-біріне. Сол себепте өте жақын раунд. Бағанағы Дастанның осы абайсызда жұмсап қойған қалыпты соққысы оның ұпайына әсер етуі мүмкін бе бұл раундта? Оны төрешілер шешеді, ол жағын мен білмейді екен. Дегенмен бір шешу қабылдау мүмкін, әсер әрине, ететін сияқты. әсер етуі де мүмкін, әрине. Оны бірақ Дастан әдейі жасамайды деп ойлаймын өз тарапынан. Үшінші раунд басталуға жақын. Алда әлі бізде қызықты 3 раундтық жекпе-жек. Әлде 3 минут уақыт бар, ардақ жанкүйерлер. 3 раундтық 15 минут уақыт бар әлі бізде. Ю Суйонг. Дастан Амангелді. Өте тартысты жекпе-жек. Амангелді тағда өз қашықтығын іздеуде. Суйонг. Міне, осында бір қауіпті ұмтылыс жасады қазір. Тейкдаун жасағысы келген екен, бірақ оны Дастан оқып қойды, көрді. Дастан Амангелді әлсін дәл соққыларымен көзге түсуде. Суйонг бірден тұрысын өзгертті. Енді сол қолын алдыңғы джеб үшін ойната бастаған сәті. Дастан Амангелді дәлдік жағынан басан соққылары көз қуантады. Қысым, тағы да қысым, ширата түсу. Амангелдінің айқас алдында құрып шыққан жоспарларының бірі. Ішке бастаған соққы. Тейкдаун. Суйонг Дастанның бұл ұмтылысын дер кезінде тұсаулау қажет екендігін ұқты. Айқастың қарқыны қандай, Мықты, жоғары деңгейде, жоғары темпте өтіп жатыр бұл қарғыс. Бұл шындығында осы 61,2 келі салмақ дәрежесіндегі Big Drama шоудың бірі. Міне ұмтылыс қазір. Суйонгтың не ойлағаны бар? Оның джиу-джитсудан әлем чемпионы екен білеміз. Өте қауіпті қарсылас партырда. Дастанға мұқият болу керек. Әзірге мүмкіндік берер емес Дастан. Дастан. Жұман байқасаң, Дастанның раунд сайын қарқына күшейе түсуде. Бұл ең бірінші өте сауатты әрі тыңғылықты дайындықтың нәтижесі деп ойлаймын. Мүмкін бойға қойған тактикалардың бірі осы шығар мүмкін. Раундтан раундқа тылсымды күшейтіп, қарсыласына демалуға мүмкіндік бермеу. Және әлгі қағида бар ғой. Осы әсіресе жекпе-жекте, кәсіпқой бокста, Дастан. Міне қазір енді джиу-джитсу шебері өзінің қауіпті бір шабуылын шетін шығарды, бірақ Дастан қолымен де, тізесімен де Суйонгтың қорғанысын бұза жара дәл ауыр соққыларымен жанкүйердің жадында сақталып жатыр. Өте үлкен залал бұл Суйонгтың физикалық мүмкіндіктері үшін. Артына өтіп алып, міне тізесімен Дастан жамбасынан соққылап жатыр Суйонгтың. Міне тіземен, қолмен жасалған. Дастан! Қазір басын бұққан Суйонг артқа шегіне бастады. Бір соққысы өткен секілді Дастанның. Қабақ жарылды Суйонгтың. Оң көз.
ұйымдастыру керек. Дастан, Тамаша, ішке басқа және тағы да. Басын бұққан Суйон қарымта. Сол қолымен шабуылдап көрді. Дастан, нағыз атар оғын дәл тигізуді күні бұрын білетін мергендей әр соққысын санап, бар күш салып жұмсауда дәл асығудың қажеті жоқ, оны түсінеді. Міне денеге жасалған соққысы өткен секілді Дастанның тағы да. Қайталау керек, Дастан. Қандай айқас, қандай экшн. Суйон амалсыздан қорғануда. Дастан, бұрынғы Дастан, бұл Дастан бұрынғы Дастаннан өзгерек, Жұман. Тағы да соққы, корпустан бастау керек Дастанға. Ішке басқа. Ішке бастау керек. Тағы да. Тамаша, екі қабатты қатар қамтып жатыр. Дастан аман келді. Әсіресе бокс. Әсіресе шынтақ. Міне. Тағы да. Нокдаун. Және Дастан аман келді. Жауапсыз жатқан чемпион. Жекпе-жек аяқталды. Ардақты жанкүйерлер, Дастан аман келді. Бүгін Найза лигасының су жаңа чемпионы атанған күн. Тарихи жекпе-жек, тарихи жеңіс. Дастан аман келді, дәлелдеді. Мұндай тарихи сәтті көргенде, көрмегенде арманда. Міне, шындығында ардақ жанкүйерлер, мынадай эмоцияны күнде көре бермейміз. Мұндай тарихи сәт Дастан Амангелді үшін жаңа тарих. Суйон мызғымастай көрініп еді. Және мызғымастай спортшы. Өте жоғарғы деңгейдегі. Бірақ бүгін Дастан Амангелді құламас таудай көрінген Суйонға тактикалық тұрғыда дұрыс таңдау, дұрыс төбелес тактикасының үлгісін көрсетті. ММА-дың әліппесін бастан аяқ қайтадан үйретті. Нақтырақ айтатын болсақ, ешқандай асығыстық жоқ. Ешқайда асығудың керегі жоқ деген қағида. Қаншама соққылары дәл тиіп жатса да асыққан жоқ. Ал Суйон тіпті жанды жеріне соққы тиіп қайта құлап тұрған сәтте де ешқандай сағы сынып, жігері мұқалып, я болмаса әлсіз тұста тіпті көрсеткен жоқ. Nurbek Mungulkov hold this in 4 minutes 57 seconds of round number 3. Winner by TKO and new Жанкүйерлер, құттықтаймыз. Дастан Амангелді. Су жаңа чемпион. 61,2 келі салмақ дәрежесі. Осылайша араға қанша уақыт салып, чемпиондық белбеу Қазақстанға қайта оралды. Бұл айқасты көргенде, көрмегенде арманда. Қазақстандық ММА-дың жаңа жарық жұлдызы өзін жаңаша қырынан, жаңа биігінен көрсете алды. Суйон, рахмет саған. Сен сөзсіз чемпионсың, чемпиондық мінездің өкілісің. Сондықтан да сенің бекзадалығыңа рахмет. Дастан, сен көптен күткен, армандаған, міне титулдық жекпе-жек. Бүгін сен тарих жасадың осы Алматы аренада.
эмоцияңмен бөлісе кетсең. Ассалаумағалейкум, Алматы! Біріншіден, Аллаға мында бір шүкір. Бүгінгі күні осылай мен абыройымды сақтатып, осындай дәрежеге көтеріліп тұрған ол бірінші Алланың арқасы. Үлкен рахмет. Екіншіден, ол біздің Ақтөбе қаласындағы еркін күш командасын бас бапкері. Ағай, біз кезекті поезді алдық командаға. Рахмет сізге үлкен. Сіздің дисциплинаның арқасында, сіздің мотивацияларыңыздың сөздеріңіз, сіздің айтқан пландарыңыз арқасында, тек соның арқасында осы поезға жетіп тұрық, ағай. Үлкен рахмет. Және де ол мен еркін күш командасын бүкіл аттарын айтпай қойын, ағаларынан бастап, інілеріме шейін, спарринг партнерларыма шейін общая победа это. Үлкен рахмет сізге жігіттер. Және де ең бірінші менің осы спортқа келгеннен бастап, ол менің ауылдағы әке-шешем. Осындай қиын кезеңдерде, қыстауларда өздері ауыл шаруашылығын өзіне алып қалып, мен балам мақсатына жетсін, өзінің арманына жетсін деп қалаға жіберіп, папа, мама, мен өзім арманыма жеттім. Ол тек бастамасы. Рахмет сізге үлкен. Дастан, ары қарай келесі қарсыласың кім болу керек сен үшін? Бәріміз білеміз, келесі қарсылас Сұлтан Жолдашбек. Қалай ойлайсың сол кісімен жекпе-жек өткізсең? Без проблем, мен Сұлтанға осыған дейінгі болу керек еді, бірақ гонорардың арқасында ол мен Сұлтанға ешқандай жамандық тілемеймін, бірақ ол бойдан отказ берді маған қарсы жекпе-жекте. Мен одан кейін айттым, онда шықпайтын боламыз деп. Білмеймін, Найза өзі қарайды, бірақ мен айтқым келген. Саят Абдрахманов, менеджер. Мен білем, сен Суйонг менеджер болдың. Осыған дейін Суйонг UFC-ға кетеді деген сыбыстар болған. Че там, братан, я убрал твоего бойца. Кім енді UFC-ға достоин, братан? Үлкен рахмет, ол біріншіден Қазақстан сізге осы біріншіден мотивация болған, осы поезді Қазақстанға алып қалдыру болған. Үлкен сіздің қошеметтеріңізге рахмет, сіз мотивация болдыңыз маған. Қолдау Инстаграмнан, WhatsApp'тан жазатқан үлкен, баршаңызға үлкен да мұны алғыз. Рахмет. Айтады, сөз көп айлы, сосын айтамын. Қошеметтеріңіз ағайын, Дастан аман келді. Құрметті ханымдар мен мырзалар, Жылдың баста ақырғы жекпе-жек осымен аяқталды. Үлкен сенсация, үлкен жекпе-жек, үлкен жеңіс. Дастан аман келді. 61,2 келі салмақ дәрежесі бойынша Найза лигасының су жаңа чемпионы. Құттықтаймыз, бұл тек қана Ақтөбе еркін күштің емес, күллі қазақ ММА фанаттарының жеңісі. Сондықтан ардақ жанкүйерлер, бұл айқасты көргенде, көрмегенде арманда. Комментаторлық қызмет атқарған мен Серік Ноян және әріптесім Жұман Жұмабеков сіздерге осындай жылдың тамаша қорытындысын ұсынамыз. Амандықта, саулықта, келесі жылы жүздескенше Найза, жаңа биіктер, жаңа белестер, жаңа чемпиондық оқиғалар, экшндар сіздерді алда күтіп тұр. Ал осындай тарихи шоудың куәсі болған біз бақыттымыз. Найза лигасының жанкүйері болған сіздер бақыттысыздар. Аман саулықта жүздескенше қош, аман болыңыздар.